Тереңнен тербеп қозғаған, тағылым тарих тозбаған, ақтабанға да ақ таңға куә болған боз далам. Жарылыстан көз ашпаған даламай. 29 августа моим указом был закрыт крупнейший в мире ядерный полигон Всемирным днем отказа от оружия массового уничтожения. Күрескер ақын Олжас Сүлейменов бастаған Невада Семей қозғалысы Семей сынақ алағын жабудың тарихи алғышарты болды. Халық мүддесін қорғаған нағыз рухты ақын Олжас Омарұлы Сүлейменов пен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің тығыз ынтымақтастығы 2004 жылы студент жастармен кездесуге шақырған кезден бастап болады. Олжас Омарұлының қазіргі дәуірде жастарда ұлттық, нәсілдік, әлеуметтік және діни наным сенімдерден алшақ болатын планетарлық сана қалыптастыру қажет деген сөздері есімізде ерекше сақталады. Студент жастардың бастамасы бойынша университетте Олжас Омарұлы Сүлейменов атындағы әлеуметтік гуманитарлық білім беру және тәрбие институты ашылды. Институтта таза планета ғылыми танымдық орталық құрылды. Орталықтың басты мақсаты табиғат тазалығы, жан дүниенің тазалығы, парасаттылық арқылы таза планета идеясын насихаттау, ядролық қарудың қауіп қатерін көрсету, әлемді таза алтында сақтауға үлес қосу. Бұл жөнінде ақынның өзі университет жастарымен кездескен сайын таза планета бұл таза табиғат, таза ауа, таза ниет, таза ар-ұят және таза көңіл. Ал тазалықпен тәрбиеленген ұрпақтың келешегі зор болмақ дегенді жиі айтады. Қазіргі таңда университетте Олжас Омарұлының бастамасымен құрылған Достық студенттік ассамблеясы белсенді жұмыс істейді. Ол этномәдени орталықтар мен Қазақстан халықтар ассамблеясымен тығыз ынтымақтастық орнатқан. Ақынмен болатын қызғылықты кездесулер студенттердің жүрегінде ұмытылмас әсер қалдырады. Олжас Сүлейменовтің өзі де осыны ерекше бағалайды. Олжас Омарұлы мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің студенттерін не үшін жақсы көремін? Мұнда негізінен ауыл балалары ондаған жылдар бойы елді ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз еткен қарапайым еңбеккерлердің балалары оқиды. Ауыл жастар қазақ халқының мәдени өзегі дейді. Олжас Омарұлы бүгінде күш-қуатқа, шығармашылық идеяларға толы, салауатты өмір салтының тамаша үлгісі болып табылады. Оның сүйікті спорт түрі волейбол. Сондықтан университетте жыл сайын Сүлейменовтің жүлдесіне арналған халықаралық волейбол турнирлері өткізіледі. Оған Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан және Қазақстанның ардагер спортшылар қатысады. Олжас Омарұлы өз халқы мен туған жерін шын жүректен сүйетін нағыз патриот.